Сәлем достар, сендермен ауылдан сәлем каналы, және оны каналда жүргізіп отырған мен Жадыра апайларың өздерің білесіңдер. Достар, сендер өздерің бізден сұраған болатынсыңдар, комментарий бөліміне көп жазған ұсыныстарының бірі, мені кім жақсырақ біледі дегенді жансаяға түсіріңдерші деп өтініш тастаған екенсіңдер. Біз бүгін сол видеоны түсіріп жатырмыз. Ал енді сұрақты қоюшы мен, жастықпен ұрушы жансая болады. Ал кеттік. Енді достар білесіңдер, бұл каналды біз төртеуміз жүргізетін боламыз. Яғни мен, жансая, Ерасыл, Аяла. Сұрақты мен қоямын, осылай бөлісіп алдық. Жансая жастық ұстап отырады ортада. Сұраққа жауап беретін Аяла мен Ерасыл болады. Себебі жансаяны екеуінің қайсысы жақсырақ біледі. Көрейікші бүгін. Маған өзіме де қызық болып тұр. Бүгін бізде мені кім жақсы біледі челлендж. Бізде сұрақ қоюшы анамыз. Сіздер бізге комментариімізге көп сұрапсыздар осы челленджді. Мені кім жақсырақ біледі деген челленджді түсірші жансая деп. Міне жансаяға сол челленджді түсіріп жатырмыз. Жансаяны інісі жақсырақ біледі ме екен, жоқ қасында жүрген сіңлісі жақсырақ біледі ме екен. Қазір оған біз 15 сұрақ дайындадым мен. Ал енді осы сұрақты екеуіне кезек қоямын. Жансаяны кім жақсы біледі екен, кәні көрейікші. Жансаяның сүйікті тамағы. Ханым. Дұрыс емес. Аяла, сен қасында көп жүрсің ғой, жансая қандай тамақ жақсы көреді? Манты. Дұрыс. Тамаша. Келесі сұрақ, жансаяның көп қолданатын сөзі. Қандай сөз қолданады жансая үйде? Чотам, братан деген. Дұрыс емес. Тағы қандай версиялар? Мамаға айтам деген сөзді көп біледі айтам. Дұрыс. Бізде жансая өкпелегіш қой. Мамаға айтам деп шығады, дереу, Ерасыл, сен оны көп білуші едің, қалай шатастың? Ал келесі сұрағымыз. Жансаяның сүйікті түсі. Қызыл. Күлген. Дұрыс. Біздің жансая күлгін жақсы көреді. Ал жансаяның сүйікті пәні. Қандай сабақ жақсы көреді? Математика, ағылшын, қазақ тілі, Қазақ тілі. Мәңгі дұрыс. Ағылшын. Жансая ағылшын жақсы көрмейді. Так, жансаяның сүйікті әншісі. Дұралы. Дұрыс. Жақсы. Тамаша. Ал жансаяның жақын досының аты кім? Васила. Дұрыс емес. Мүмкін. Жоқ па ешқандай вариант? Ешқайсың білмейсіңдер ме сонда жансаяның кім жақсы, қандай досы бар екен? Мен достарым көп. Аямын саған айтып жүретін едім ғой, менің досым. Адам келеді. Айару. Дұрыс. Тамаша. Аялаға қарағанда Ерасыл жақсырақ біледі екен. Жансаяның сүйікті сусыны қандай напитка жақсы көреді біздің жансая? Ананас қосылған. Дұрыс емес. Ол ананасты жегенді жақсы көреді, суын ұнатпайды, қышқыл деп. Кәмпен ойлан, қандай су әкеп берші деп жалынып отырады әкесіне үнемі. Әке, су әкеле салыңызшы деп, қандай сусынды айтады? Қай сусынды көп айтады? Колама. Дұрыс. Ерастыңғы дұрыс. Мен коланы жақсы көрем. Тамаша. Біздің жансая колаға заказ береді деп отырады әкесіне. Жансаяның сүйікті ойыны. Қандай ойын жақсы көреді өзі біздің жансая? Лола. Қуыршақ ойнай ма? Дұрыс емес. Қандай ойын жақсы көреді Аяла? Не ойнайсыңдар көбінесе? Көбінесе біз ойнаймыз. Аспазшы. Дұрыс емес. Біз оны бір ағырып ойнамаймыз, ол ішті пыстыратын ойын. Қандай ойын?
Көнеге тақтаға жазып ойнайтын едік қой, соны есеп шығарады. Дұрыс емес. Апай. Дұрыс. Біздің Жансая мұғалім болып ойнаған жақсы көреді ғой. Үйге қандай бала қыдырып келеді, соның бәрін алдына отырыспайды оқушы қылып. Қашады бізден, Жансаядан, Үйге келетін балдардың бәрі қашады, оқушы болғым демейді деп. Жансая қайда қыдырғанды ұнатады? Кафеге біз циркке қыдырамыз десе. Жоқ, кафе, шашлик, қаны мынандай деп жегім келеді дейді. Дұрыс қой, Жансая мойындасай. Үнемі бір ойнатайықшы балдарды деп қалаға шығарсаң, Жансая үнемі кафе дейді. Мама, қандай кафеге барайын деп жатырмыз? Мама, кафеге қашан барамыз? Жансаяға тек кафе болса болды. Сүйікті тамақтарын заказ беріп қойып, сол отырса, ал Аяла мен Ерасыл ойнаған жақсы көреді, Ойнайтын залға барады, ол аватарияға барады, неше түрлі ойнайтын залдарға барып, ойнап жүрсе, біздің Жансая қашан қайтамыз, кафеге кіру керек еді деп отырады. Ал кеттік, келесі сұрақ. Жансаяның жақсы көретін жемісі. Нені көп жақсы көреді? Алма. Алма. Дұрыс. Тамаша. Аяла бірінші рет ұтып тұрғы достар. Так, Ерасылдікі 9. Жоқ, Ерасылдікі 8, Аяланыкі 2 болды. 2-де 8 болды. Жансая не істегенді ұнатады? Жинағанды. Дұрыс емес. Билегенді. Дұрыс. Жансая үй жинағанды ұнатпайды. Ол, шындықты айту керек қой. Анасы үнемі жалынып та жүреді, Жансая үй жинасай, Жансая үй жинап берші деп, Біздің Жансая сабақ оқиды, босаған уақытында билейді ол. Музыканы бақыртып қойып. Жансаяны не ашуландырады? Ешкі. Дұрыс емес. Аяла, ойлан, Жансаяны не ашуландырады? Так. Ясыға ашуландырады. Дұрыс емес. Жоқ. Жансая, сен сәл не берсең, сәл көмектесейік бір-екі сөздерді. Жарайды. Онда менікі бірінші адан келеді. Келесі сұрақ, Жансаяны не ашуландырады? Жиналмаған үй. Дұрыс емес. Жоқ. Ол анасын ашуландырады ғой. Ал шкафына кіріп, бір нәрселерін ақтарып кетсең, жынданады. Дұрыс. Үнемі сол ғой. Жансаяның проблемасы да сол. Жансаяның заттарын ешкім рұқсатсыз ұстамау керек, шкафына ешкім жоламау керек, Ойбай, бәлеге қаласың, Бүткіл ауыл естиді Жансая айқайлаған кезде, Келесі сұрақ. Жансая не алғанды жақсы көреді? Оны көп адам жақсы көреді, әсіресе қыздар. Үнемі әкесі сондай нәрсе жасап, қуантып жүреді Жансая. Етік сүртіп. Не алғанды деп жатыр ғой, не істегенді деген жоқпыз. Ойланыңдар. Кәне, кім табады? Не алғанды жақсы көреді? Мен білем. Сыйлық. Дұрыс. Біздің Жансая үнемі сыйлық алған жақсы көреді оған. Әкесінде үйретіп қойған. Әкесі сыйлық сыйлағанды ұнатады Жансаяға. Эмоциямен қабылдайды да. Басқаларға сыйлық берсе, кәдімгідей қабылдай саламыз біз. Ал Жансаяға берсе, Жансая эмоциямен қабылдайды. Сол үшін әкесі көбінесе Жансаяны қуантып жүреді ғой. Жансая мен Ерасыл не үшін көп таласады? Ерасыл? Тевдірдім, пілтімен тарасам. Дұрыс емес. Әбен екеуміз таласамыз ғой. Телефонға екеу таласады. Дұрыс. Мамасының телефонына үнемі таласады отырады Альбина Аяла, Аяла басқасы сен білесің ғой, Ерасыл біле ма десем, Ерасыл пультке дейді.
Сен көлікке үнемі Альбинамен таласып жүресің ғой. Жақсы, келесі сұрақ, соңғы сұрақ. Жансаяға қай мезгіл ұнайды? Қыс, көктем, жаз дегенде. Дұрыс емес. Дұрыс емес. Жоқ, мен білемін. Жансая қысты жақсы көреді. Не үшін? Өткені ол кеше далада айтқан маған қарды жақсы көрем деп. Мен көктемді жақсы көреді екен деп жүрсем, Жансая, сен қысты жақсы көресің ба? Иә. Ал 15 сұрақтың бәрі қойылып бітті. Жансаяның жақсы көретін нәрселерін білдіңіздер. Ал көрермендеріңмен қоштасамыз. Егер де біздің видеомыз ұнаса, лайк басып, каналға жазылып, қолдап отыруды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі кездескенше. Келесі кездескенше.